Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода наурыз көжені дайындаудың ең оңай жолын көрсетемін. Келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде наурыз көжені міндетті түрде әрбір шаңырақта дайындайды. Дәстүр бойынша оған сүр ет, су, тұз, тары, арпа, бидай, жүгері секілді кем дегенде 7 азықтық зат қосылады. Тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле береді. Соғымнан арнайы сақталған мүшелер, яғни сүр ет, жая, қазы, қарта, шұжықты да қосуға болады. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Алдымен сүр етімізді, қазымызды салқын суға жуып аламыз. Қазымыз пісу барысында жарылып кетпеу үшін үшкір таяқшамен бірнеше жерінен тесіп шығамыз. Ыдысымызға алдымен қазыны, оның үстіне етімізді орналастырамыз. Мен сүрленген жылқы жаясын қолдандым. Үстіне қажет мөлшерде салқын суымызды құйып, отымыздың астын қосамыз. Қатты отқа қойып қайнатамыз. Қайнаған соң бетіндегі көбігін алып отырамыз. Менде жалпы салмағы 1,5 килограмм ет пен қазы, оған 5,5 литр болғанша су құйдым. Көбігін алып болған соң ең баяу отқа қойып, қазанымыздың бетін жауып, ет піскенше 2-2,5 сағат пісіреміз. Наурыз көжеге қосылатын дәнді дақылдар арпа, бидай, жүгері, тары. Мен аз ғана кеспе қосамын. Сонымен қоса міндетті түрде ақ нәрсе қосуымыз қажет. Менде қатық, айран қолдансаңыз болады. Және де менде мына жерде сүзбе құрт, яғни осындай сорпаға қосылатын арнайы сұйық құрт. Кеспе қосу, қоспау өз еріктеріңізде. Кеспені қолдан жайып, осылай кептіріп қойған болатынмын. Аз ғана 50 грамм қолданамын. Кеспе қосатын болсаңыз, рецептісін төменге қалдырамын. Барлық дәнді дақылдарымызды суымыз мөлдір болғанша 3-4 рет жуып алдық. Енді сорпамыздың ішінде тезірек пісу үшін қайнаған суымызды құйып, жібітіп қоямыз. Бетін тәрелкемен жауып қою қажет. Тарымызды жібіту қажет емес, өйткені ол 5-7 минутта пісіп шығады. Мен бүгін тарының орнына аз ғана кеспе қолдануды жөн көрдім. Сонда дайындайтын көжем 9 құрамнан тұрады. Ет, су, тұз, арпа, бидай, жүгері, кеспе, қатық және де құрт. Етіміз 1,5 сағат бойы пісті. Ең алдымен жүгерімізді қосамыз, өйткені ең ұзақ пісетін дәнді дақыл ол жүгері. Кейін 20 минуттан кейін бидай мен арпамызды қосамыз. Жібітілген бидай мен арпамыз шамамен 30 минутта пісіп дайын болады. Дәнді дақылдарымыз пісті, етімізді, қазымызды сүзіп алдық. Етіміз 2 сағатта пісіп дайын болды. Енді отымыздың астын күшейтіп, кеспеміз дайын болғанша пісіріп аламыз. Сорпамыздың дәмін көреміз. Етіміз тұзды болғандықтан, тұзды ең соңында қосуға кеңес беремін. Тұзды көп қосып жібермеңіз, өйткені көжеге қатық, құрт қосатын боламыз. Суыған етімізді орташа етіп турап аламыз. Құрметті, сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, лүпілдеріңізді басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қазымызды тураймыз. Қазымызды дөңгелек етіп көжеге қосуға болады, немесе ет секілді орташа етіп турап қолдануға болады. Мен көжеге дөңгелек етіп қосқанды жақсы көремін, ал формасын сақтамай қалған қазы бөліктерін ет секілді орташа етіп турап қосамын. Кеспеміз пісті, етімізді қосамыз. Менде осы мөлшерден 4 литр көже шықты. Сорпамыз сәл суыған соң үстіне қатық,
құрт қосатын боламыз. Көжемізге қажетінше қатық, құрт қосамыз. Ерітіп, мұқият араластырамыз, қазымызды қосамыз. Көжеміз дайын. Келе жатқан төл жаңа жылымыз, Наурыз мейрамы құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Еліміз тыныш, туған жеріміз аман болсын. Әрбір жаңа күн әр отбасына шат көңіл, бақыт, береке, молшылық сыйласын. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.